1992 жылдан бастап Қазақстанда 7 мамыр Отан қорғаушылар күні ретінде тойланады. Бұл күн 1992 жылғы 7 мамырда Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың ұлттық қарулы күштерін құру туралы жарлыққа қол қоюымен байланысты. Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің керемет өткені бар, және біз лайықты болашаққа үміттенеміз. Ал біздің қазақстандық армиямыздың болашағы сіздер, бүгінгі ұлдар мен қыздар. Бүгін Отан қорғаушылар күніне орай көңілді старт жарысы өтеді.